Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге осы сүзбеден дәмді етіп пирогтың жасалу рецептісіменен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп ингредиенттерді керек емес. Сүзбелеріңіз, шоколадтарыңыз болса болғаны барлықтың үйінде табылады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды сіздерге. Алдымен біз қамырын дайындайтын боламыз. Бізге керек бір жұмыртқамыз керек. Сармайдан 100 грамм сармай және де 150 грамм бұл жерде сахарный пудра салдым. Орнына кәдімгі секер салсаңыздар болады. Және де какаодан 20 грамм. Сосын разрыхлитель салып жердім бұл жерде. 1 чайный ложка. Енді барлығын жақсылап араластырамыз да 180 граммдай ұн салып елейтін боламыз қамырымызды. Бұл жерден де қамыр деген қатты болмайды, жұмсақтау болып елейтін боламыз. Алдын ала осы қамырымызды дайындап, кішкене холодильникке 10 минуттай қойып алатын боламыз. Енді ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге керекті 500 грамм сүзбе керек. Ал міне 2 жұмыртқамызды салатын боламыз ішіне. Және де 150 грамм секер салдым. Тәтті ұнататын болсаңыздар 180 грамм салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен бұл жерде 150 грамм секер салдым. Енді блендердің көмегіменен бір масса етіп сүзбемізді жақсылап езіп алатын боламыз. Ешқандай да комок қалмау керек. Енді сүзбелі пирогты барлығы ұнатады деген ойдамын. Енді кукурузный крахмал салдым бұл жерде бір ас қасықтай. Енді жақсылап барлығын араластырып, начинкамызды осылай дайындап алатын боламыз. Енді міне қамырымызды холодильниктен алдым. Енді қолдың көмегіменен осындай табамызға пергамент төсеп, осылай жайып, жұқалап ішіне төсейтін боламыз қамырымызды. Ал мінеке начинкамызды салды. Енді 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Енді Қазақстан шоколад пайдаландым мен. 100 грамм Қазақстан шоколады, 100 грамм сармай керек, ганаш бетіне жасаймыз. Және де орех керек болады бізге. Барлығын осылай микроволновкаға ерітсеңіздер де болады. Ал мінеке енді пирогымызда дайын болды. Осылай көтеріліп әдемі болып піседі, толық тегіс болып. Енді міне пирогымызды суытып алып, бетіне ганажымызды құятын боламыз, қыздар. Енді осы ганаждың барлығын толық құйған соң холодильникте салқын жерде 1 сағаттай қойып алыңыздар, сразу кеспеңіздер. Сосын барып, уже қонақтарыңызға, отбасыларыңызға бере берсеңіздер болады. Өте дәмі ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал егерде осы сіздерге менің жасаған дәмді тіске басарым пайдалы болса, және де ұнаған болса, менің каналыма жаңағы тіркеліп, видеома лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецепттерменен жолыққанша сау аман болыңыздар. Ал ас болсын.